Қыздар, айтыңдаршы, ата-анамды қалай қуантсам болады? Бүгін менің анамның туған күні. Оны ерекше қуантқым келеді. Мен мектепте жақсы баға алған кезде менің ата-анам әрқашан қуанады. Бүгін жексенбі ғой, бағаны қайдан аламын? Мысалы мен үйді жинасам, азық-түлікке барсам, бөлмемді жинасам, анам әрқашан да қуанады. Азық-түлікке әпкем барады, ал бөлмемді апам жинайды. Басқа мүшелік бұш? Мен шындықты айтқаным ата-анам үшін үлкен қуаныш. Менің шындықты айтқаным ата-анамды қуантама сонда? Менің анам ылғи да айтады, бізден ештеңе жасырмасаң, бақытты боламыз. Yes! Бүгін мен ата-анамды қуантамын. Анашым, мен сені расында қуантамын. Кешегі құмыраны сындыға шаққан мен, дастарханға шиян төккен мен, 2 күн болды сабаққа бармағалы. Бәріне сөз қайтарамын. Күнделікке бағаны өзім қоямын. Ал енді сені директорға шақырасыз.